Ассалаумағалейкум, ардақтар ағайын. Біз бүгін Алатау тауының інжу маржандарының бірі, ғашықтардың сүйікті мекеніне айналған Көлсай көлдеріндеміз. Бүгін бізде қонақта Жанболат пен Жазира. Көлсай көлдері Алматы облысындағы ең танымал туристік орындардың бірі. Асқар таулардың баурайындағы сайларда орын тапқан әсем көлдер Алматы облысындағы Көлсай көлдері ұлттық табиғи саябағы аумағына кіреді. Көлсай көлдері шексіз көк аспанның алып айнасы іспеттес. Көлдер жүйесі жоғарғы, орта, төменгі Көлсай көлдерін біріктіреді. Үшеуінің әрбірінде өзіне тән тылсым сыры, сөз жетпес сұлулығы бар. Көлдер ретіне сәйкес теңіз деңгейінен 1700, 2250, 2700 метр биіктікте орналасқан. Жетен өзіңнен өмір ғаламат екен, сен нәзік гүлсің, құлпырып тұрсың. Мінекей Алматыдан шығып Кеген ауданына келдік. Жетісу жер жанат демекші. Табиғат керемет, мінекей таулар, тастар, жол керемет, жақсы келдік. Қазақстанның ең әдемі жерлерін аралауға шықтық. Мынау тұрғанымыз Шарын шатқалының бір шеті. Қайда жастық шағым. Шәке, қош келдіңіздер. Өйткені қанша дегенмен де бұл жерде мен сізге қош келдіңіз айтатындай толығымен дәлел бар. Өйткені бұл мекен менің туған жерім болғаннан кейін, енді қош шәкен келіп жатқанда сіздермен бірге болып осындай бір әдемі сұхбаттың басын бастау мен үшін үлкен мәртебе. Аман сау жеттіңдер ғой? Аллаға шүкір, аман сау жеттік. Жол шаршатқан жоқ па? Жоқ, әдемі, керемет. Көлсай көлдеріне бірінші рет келулерің бе? Біз бұрын 18 жыл бұрын бұл жаққа концерт қойып жүрдік қой өзіміз. Осы Көлсайдың өзіне келдіңдер? Кеген, Нарынқолға бардық, Мұқағали атамыздың
мұражайына бардыңыздар. Көлсайға біз келмегенімізге біраз болып қалды негізі. Бүгін тамаша керемет жерлерді көрдік. Енді қанша дегенмен өз көлігіңізбен келдіңіз. Менің жиенімді, менің жазирашымды шаршатпай алып келдім ғой, Жанболат. Алақаныңызды. Егерде жалпы көрерменге қызық қой, қандай көлікпен келдіңіз? Жапондардың көлігі Lexus деген. Сенің жиеніңді мен Lexuспен алып келдім ғой. Жаке, ол жағынан енді үлкен тағзым, рахмет. Өйткені менің жиенімді сыйласаң, қазақта айтады ғой, сен мені сыйласаң, сені Құдай сыйласын дейді. Ал келіп жеткен көлік енді Жапонның көлігі болып жатса, оның жылда жаңа шығар. Жаңа. Ал енді жаңа көлікпен келген менің Жакентайым. Көңіл күй жақсы ғой. Бүгін мінекей бейнебаян түсірілді. Басталды. Сәттілік тілейміз. Бұрындары өздерінің бейне қорларында осы Көлсай көлінде түсірілген бейнеклиптер болып еді? Біз Көлсайға келіп, асығыс күн өте суық кезінде бір бақылап қана кеткенбіз. Бейнебаян түгілі суретке де түспеппіз. Бүгін алғашқы рет келгендей сезімде, міне қаншама режиссерлардың, операторлардың еңбегі бар. Бұнда бір әдемі дүние жасап жатырмыз. Өзіміз бір алғаш келгендей сезініп жатырмыз. Осылай отырып, қарап, тамсанып, уақыт бөлу әрдайым адамға бір керемет ләззат сыйлайды. Осында мекендеп қалуға бола ма? Неге болмайды? Мекендеп қалуға болады. Егер қалада бизнесің өзімен өзі жүріп, біздің азық-түлігіміз келіп жатса. Егерде Жанболат пен Жазира Көлсай көлдерін мекендеп қалса, бұл жерде қандай тірлікпен айналысатын еді? Ой, Жанболат. Бұл жерде ауыл кірмейтін еді ғой. Ауыл шаруашылық. Мына жерде Көлсайды одан әрі дамытуға дайынмыз. Бәрекелді. Ал Жеке, бір қызығы, енді осы жерді мекен еттіңіз. Жылқы бағаласыз, қой қайырыласыз. Менің жиенім сиыр сауалады. Ірімшік құрт сармай жасай алады. Бұның барлығы мен сізге жасап жатқан үлкен кәсіптің алдындағы үлкен жоспар. Осында қалуға толығымен тұрарлық деп ойлаймын. Дегенмен де жалпы қазіргі түсіріліп жатқан бейнебаянның суреттемесі, ол жерде болып жатқан процесс жайында кішкентай ғана айтып кетейікші. Жетісу елім, жұмақтан жерім, көгілдір көлім, аспандау белім, құрмадай қыздар, құлжадай ұлдар, ай мен күндей жарқыраған жап-жарық нұрлар. Жетісу елім, жұмақтан жерім, көгілдір көлім, аспандау белім, құрмадай қыздар, құлжадай ұлдар, ай мен күндей жарқыраған жап-жарық нұрлар. Бұл бейнебаян тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты түсірілім. Жер жаннаты Жетісу дейді ғой. Жетісудың әдемі табиғаттарын. Және біздің әріптестеріміз осы Жетісудың әр жерде Жетісудың табиғаттарына түсіреді. Біз енді осы Көлсайға түсіруге келісіп, осы жақта түсірілім болды. Біздің таңдауымыз Көлсайға түсті. Ал біздің әріптестеріміз бұнда көптеген халық әртістері бар бұл бейнебаянда. Сондай халық әртістермен бір бейнебаянға түсу, ол біздей жастарға үлкен жетістік. Дұрыс айтасың, Жеке, өйткені жалпы осы тың идеяны іске асырудағы басты мақсат бұл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына және мінекей Алматы облысының 20 жылдық мерейтойы дейді. Бұл Қазақконцерт ұжымымен бірлесе түсіріліп жатқан жоба болғаннан кейін Қазақконцерттің белді мүшелері өздеріңізсіңдер. Ал енді осындай ұжым, осындай тамаша жобаны іске асыруға көмектесіп жатқан әрине біз өзіміздің демеушілерімізге үлкен алғыс айтқымыз келеді.
Дегенмен де бұл жерде BB Partners компаниясы өзінің тамаша қолдауын көрсетіп, осы біздің өнер адамдарымен бірге Қазақстанның ең көрікті жерлерін осындай хабар қылып шығаруға бірден бір келісім берді. Дегенмен Көлсайдың таза ауасында, көрікті жерінде отырып, шабыт ашылған шығар, мынандай жаңа ән жазайық. Жанболат, одан да мынандай тамаша бейнебаян түсірейік деген ойлар келіп отыр ма қазір? Әрине. Біз енді осы Көлсайға өзіміз бала шағымызбен келіп, тамашалап кетіп, осында балаларымызға көрсетіп, әдемі табиғатқа жақсы әнін бейнеклип түсіреміз Құдай қаласа. Құдайым солай болсын. Бізге бүгін мынандай ой келді. Бала шағамызды, айналамызды, жаңағы өзіміздің көмекшілерімізді алып, Қазақстанның әдемі жерлерін аралап шығайықшы деген. Оған Жанболат пен Жазираның уақыты шыға ма? Уақыт табу керек сияқты. Жұмыс ешқашан бітпейді. Шетелді аралап көргенше, бірінші елімізді аралап көрейік. Еліміздің әдемі жерлерін аралап көрейік. Одан кейін шет жаққа шығамыз деп ойлап. Құрметті бауырлар, егер де бұдан кейін Қазақстанның көрікті жерлерінде Жанболат пен Жазираны саяхаттап жүргенін көрсеңіз, таңғалмаңыз, өйткені дәл бүгінгі күні дәл осы түсірілімде өздерінің ойларын бүкпесіз айтып, болашаққа қойып қойған жоспарларымен бізбен бөлісті. Жеке, өткен өмірге оралайықшы. Ел құлақ елу, көптеген ақпарат көздерінде де жазылған. Сіздердің екеулеріңіздің бас қосуларыңыздың өзі қызық болған екен. Кезіндегі сыр елі жыр елінің мықты әппақ әдемі азаматы осы біздің жиенді Жазираны 18 жасында алып қашты. Сол кезде Жазира 18 деген не? Енді ғана бой түзеп, бой жеткен кезің. Жанболат бұндай тірлікке не үшін барды? Сен не үшін бірден көніп сол шаңырақта келін болып қалдың? Келісім бойынша. Өйткені... Жоқ, Жәкең Жазира өзі айтты ма? Жанболат, мен ұзатып шығарып салмайды, сен одан да мен алып қашып кет дедім. Біздің уақытымызда көбісі қашып кететін. Алып қашу деп аталады, бірақ бірге қашатын. Екеуміз бірге қаштық. Жоқ, мен өзімді... Жәке, сен төркініңнен қаштың. Ал Жанболат кімнен қашып жүрсің да бірге қашсың? Мені төркінімнен алып қашты ғой. Сен төркініңнен алып қашты? Иә, ал мен өзім қаштым. Өзің қаштың. Содан 18 жасымда мен өзімді үлкен адам болдым деп ойлап қалдым. Сөйтсем, бала екенбіз ғой, бірақ балалықтың да кейде бір пайдасы бар екен. Балалық демекші, сіздердің өткен балалық шақтарыңызбен сіздің балаңыздың балалық шағын салыстыруға келе ме жалпы? Айырмашылық бар ма? Мүлдем келмейді. 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Қазір баламыз 24-те, ал 25 жыл бұрын біз отбасын құрғандағы заман, адамдардың түсінігі, барлығы басқа болған. Ал біз қазіргі балаларға біз солай болғанбыз, сендер де солай болуларың керек. Біз қиындық көргенбіз, сендер де қиындық көрулерің керек деп отыруымыз үлкен қателік деп ойлаймын. Неге? Әр адам өзінің заманына сай жүріп тұру керек деп ойлаймын. Ең бастысы отбасындағы тәрбие, жаңағы әдептіліктен озбаса болғаны. Қазір балалардың көзі ашық. Бізге қарағанда еңбекке деген құлшыныстары да мықты. Аяқтан нық тұруға талпынады. Мен дәл қазіргі жастарға, өзіміздің баламызға қарап, дәл қазіргі жастарға риза боламын. Жалпы еңбекке баулу ата-ана үшін басты міндет қой. Бірақ та дәл қазір сіз өсіріп отқан ол қара жұмысқа қалай? Жарайды, ол еңбекқор, ізденеді. Ғылымды үйреніп жатыр, техниканы үйреніп жатыр, білімді меңгеріп жатыр. Ал қара жұмысқа қалай? Олыңыз Жеке? Жаман емес қара жұмысқа. Енді ауылға барып тұрады, Жеке. Ауылға кейде біз гастроль сапарда жүрген кезде оқуының жаңағы демалыс күндерінде пойызына отырып ауылға барып тұрады. Негізінде қазаққа
қалада жүрген қазақ балаларына ең үлкен тәрбие ауылға жіберу. Ештеңе айтудың қажеті жоқ. Жай ауылға барып, қарапайым халықтың арасында бір аптадай болып келсе, соның өзі үлкен тәрбие. Ал енді мен қара жұмысқа не үшін тоқталдым? Ең бірінші біздің естуімізше Жазира мен Жанболат отбасын құрғаннан кейін әлі жұлдыздар жарқырап, эстрада әлемінде аттары шықпай тұрған кезде өздері қара жұмысқа жегілді. Күн кеше ғана мен Жазирамнан естіген деректерім бойынша ең бірінші алғашқы жалға алып тұрған үйлерінің өзі іші тек қана қара сылақпен сыланған бір бөлмелі қала үй. Ол жерде түбі әптен күйеге малынған шайнек, не болмаса ас пісіретін қазан деген сияқты. Ал енді кезінде қос Жәкең екеуі базарда шықты, сауда сатты. Ол қай сәттер еді? Не саттыңыздар сонда? Кеше бір сөзіңіз айтып қой. Шемішке сатып келгенше, шемішке сатқанға дейін, шемішке сатқаннан кейін деген сөздер болды. Нұреке, сол кезде, сол уақыттар енді 90 жылдар. 90 жылдары жаңағы тәуелсіздігімізді енді алып жатқан кез, халық әр жаңа СССР дейміз ғой, Совет үкіметі ыдырап, сондай қиын жағдай болып бітті. Сол кезде бәрі немен айналысарын білмеді ғой, шыны керек. Оқу жаңағы бізді оқу бітіргеннен кейін жан-жаққа бөлетін әр қалаға. Барлық жер қысқарып қалды. Совхозың бар, қысқарту басталды. Жаңа направление дейміз ғой. Бәрі қысқарып қалды. Басқа жаңа коммерция дейміз ғой. Бәрі коммерциямен айналысып кетті. Біз оқу бітіріп бардық ауылға. Достарымызға қараймыз. Бәрі саудамен айналысып жүр, коммерциямен. Сол балдар қосылып, ауылда да кішкене сондай жігіттерге еріп бірге жаңа коммерциямен айналысты, коммерциямен. Сонда не саттыңыздар, тек қана шемішке ғана ма? Алматының айналасында семішке, чупа-чоус, сағыз сатып бір мектептің қасында тұрдық. Одан кейін біз өскеніміз жеміс-жидек сататын болдық базарда. Базарда тұрғанның өзі, ана айдалада тұрғаннан бізге өскен болып саналды. Көшеден базарға ауысу сіз үшін үлкен бір комфорт болды. Жайлылық. Енді бірден жарқап шығып кетпей, сатымен болды бәрі. Ал енді бұның барлығын не үшін сұрап жатырмын? 90 жылдары Кеңестер одағының ыдыраған сәті, тәуелсіздігімізді енді ғана алған сәтіміз. Мінекей уақыт өте берді, 30 жыл өтіп кетті. Ал сол кезінде балашаға қам үшін, отбасының іргесін сөгіп алмайық деп, сол үшін шыдаған, сол үшін ниет еткен Жанболат пен Жазира бүгінгі тәуелсіздіктің арқасында еліміздің мақтаулы қос жұбы болды. Мінекей жанұялы жұп дейміз. Сондықтан да тәуелсіздік жайында не айтқыларыңыз келеді? Не айтатын едіңіз? 30 жыл болды. Жаңағы әңгімені айтуға да ұяламыз кейде. Біз базарда тұрдық, қиналдық деген сияқты сөздерді айтуға ұяламыз. Біздікі бұрын 33 жылдардағы енді аштықпен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл болды ғой. Енді жылдан жылға өмір сүру, Аллаға шүкір, жеңіл болып келе жатыр елімізде. Тәуелсіздік алдық, еркіндік бар. Кім не істеймін десе, қандай жұмыс істеймін десе де, барлығына мүмкіндік бар. Ақша жоқ деп отыра бермей, кішкентайдан бастаған еңбек ол тәтті болады, әрі берекелі болады деп ойлаймын. Ал енді жақсы сөз ешқашан жерде жатпайды ғой. Құдайға шүкір, үйде тәрбиеленіп жатқан біздің баламыз десек те болады, інішегіміз десек те болады. Қазір әскери борышын өтеуге, отан қорғау үшін, яғни кеткен екен, бірақ та ол 1 жыл емес, 2 жыл емес, 40 күндік өзінің әскери борышын өтеп келеді. Бұл қаншалықты рас? Қай жерде әскери борышын өтеп жатыр? Осы Алматы қаласында Қазбек ұлымыз КЗУ-ды жоғары білім бітірді, магистратураны бітірді. Енді әскерге 40 күндік дейді ғой. Соған өзі үкіметін дайындап, өзінің шешімі.
Бәрекелді. Ол жерде солдаттар кәдімгідей қара жұмыстар істейді, көше сыпырады, жаңа орындықтар тасиды. Сондай жұмыстарды істеп жүр. Бірақ ол қара жұмыстардан ешқашан қашқан емес, өзінің ашқан кәсібі бар. Сол кәсібінде мен осы бизнестің бастығымын демейді, өзі мусорларына дейін тасып, кейде полына дейін жуып, кез келген жұмысты істеуге арланбайды. Әке қашаннан да ұлының жақсы батыр болып, азамат болып өсу үшін қиыншылыққа пісіп, жетілген қалайды. Жәкең ол мақтанышпен айтып отыр. Ұлым әскерлік борышын өтеуі кетті. Ал анасы не ойлап жүр екен баласы жайында? Мен ұлыма сенем. Ұлымның таңдауы, шешімі әрдайым дұрыс болатынына мен көзім жетті. Ол қандай шешім қабылдаса да, қандай қызға үйленем десе де, мен әрдайым оның шешімін дұрыс қабылдаймын. Қазір үлкен жігіт болса да, балам үйге келіп, төсегіне жатқанша ұйықтамаймын. Барлық аналар осылай деп ойлаймын. Қазіргі бірден бір біздің өмірімізде орын алған бұл әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіде, Құдайға шүкір, енді Жазира мен Жанболат көшбасшылардың бірі. Және бірегей. Оның ішінде Жазира Байырбекова десе, ол кісіге тіркелуші, ол кісінің әр парақшасын, әр салған дүниесін мұқият қарайтын адамдар жеткілікті. Дегенмен де осыны кейбір біздің ағайындар, әріптестеріміз болсын, не болмаса блогерлер болсын, тек қана өзінің оқырмандарын өзінің жаңалығымен ғана қуантып қоймай, яғни бұны үлкен бизнес көзіне айналдырды. Бір тірлікте сомен ақырындап домалап жатыр. Оның әрине қалауын топса қар жанады, бұның өзі үлкен тапқырлық. Егер де шынымен де сенің қолыңнан сонда іскесе, неге сен кішігірім болсын өз бизнесіңді сол жарнама арқылы өткізбеске? Бірақ та сол жарнаманың ішінде сіздер қаншалықты отандық өнімдер жарнамайсыздар? Біз отандық өнімді қолдайтынымызды үнемі әлеуметтік желі арқылы айтамыз. Кәрістердің бетімайларын, жаңа косметикасын ғана жариялап отырасыздар ма? Жоқ, бізде отандық өнімге жаңа жарнама жасауға қарсы емеспіз. Біз мақтанамыз, қуанамыз. Егер жаңа бізге жарнама жасап беріңіз десе, отандық өнімде біз келісеміз оған. Өйткені үлкен мақтаныш. Өйткені бұның ішінде мен сіздің тырнағыңыздың астынан бір кір іздеп тауып алайын дегенім жоқ. Дегенмен де бүгінгі біздің осындай әдемі хабарды іске асуына мұрындық болған, бізге демеушілік білдірген BB Partners компаниясы, оның бастауында Болат деген өзіміздің бауырымыз бар. Ал Болаттың шығарып жатқан капсуладағы биенің құрғақ сүті саумал. Бүгін таңда тек қана Қазақстанға емес, алыс жақын шетелге кеңінен танымал болды. Мен бұл үшін мақтанамын. Сол үшін мана басыма киген бас киімді үлкен мақтанышпен киіп алдым. Саумал жайында естіп көрдіңіздер ма? Саумалды білмейтін қазақ жоқ қазір. Ал енді дәл осы саумалдың капсула түрінде шыққанын білмейтін қазақ өте көп. Мен бұл капсула туралы бір 7-8 жыл бұрын естігенмін. Бірақ тек Германияда бар екенін естігенмін. Біздің Қазақстанға ол жақтан келу өте қымбатқа түседі ғой. Әрине. Неге шығармайды екен? Бізде бие бар, жылқы бар, саумал бар деп. Сол кезде ойлағанмын, міне ойым орындалды. Шынымен де ниет қылдыңыз. Алланың қалауымен 7-8 жылдан кейін дәл осы саумалдың өндірісі осы Қазақстанға келді. Сол себепті осыны мақұлдаған қазақтың бірден бір біртуар академигі, тамақтану академиясының президенті Түрегел Шарманов ағатайымызға да үлкен рахмет айтамыз. Өйткені осы дүниені осы бастамаға қолдау көрсетіп, Болат сияқты жас кәсіпкерлерге осындай жақсы өнімді шығаруына мүмкіншілік бергеніне. Саумалды сізге берсем ішер ме едіңіз? Әрине. Саумал ішпейтін қазақ жоқ қой. Әрине, қазақтың қазақшылығы бұл қазақтың саумалында. Әрине, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырсақ, бөгде біреу жаныңызға келсе, мен сізбен дос болам десе, ол адамның мінезіне қарайсыз ба, өзіне қарайсыз ба, сөзіне қарайсыз ба? Бір адаммен дос болу үшін сол адамды қандай тұрғыда зерттей білесіз? Біз күнде 1000 адаммен, 2000, 3000 адаммен кездесеміз ғой. Үлкен жиындарға барамыз, сахнаға шығамыз. Халықтың барлығы
қазақ халқының біздің әндерімізді тыңдайтын халықтың барлығы біздің досымыз. Өйткені біз сол тыңдармандарымыздың арқасында, солардың бар болғанының арқасында бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Ал дәл жанымызда жүретін болып ниеттеніп келсе, адамды көз жанарынан мен тани аламын. Бұл сұрақты не үшін қойып отырмын? Өйткені сіздердің жақын араласатын жақсы отбасыларыңыз бар, мен білемін. Өйткені мен тұратын ауылда тұрады. Ол кісілерді көрген сайын сіздерді мақтай береді. Өйткені аштықта жеген құйқаның дәм аузынан кетпейді деген қазақтың сөзі бар. Ол кісілермен сіздер байланыста болдыңыздар, сыныптас болдыңыздар, дос болдыңыздар. Жастық шақтан бастап, жаңаға шемішке сатып, чупа-чуп сатып жүрген кезден бастап. Ал енді қазір өмір өзгерді, мансап өзгерді, Алланың берген абыройы бар, елдің ортасында сүйкімділік бар. Ал қазіргі бір отбасымен не болмаса бір жолдаспен араласу үшін ол жолдас қандай болу керек? Міндетті түрде бай болу керек па? Дәл сіз айтып отырған жолдастар да жақында келіп кетті. Бәрекелді. Біз бұрынғы достарымызбен араласамыз әлі. Егер үлкен жиын жасайтын болсақ, ең бірінші ескі достарды еске аламыз. Ал жаңа достар әрине жақсы адамдар бар ғой. Бірақ ескі досты ұмытпау, ескі доспен сол ара қатынасты сақтап қалу, ол адамның ең үлкен адамгершілігі деп санаймыз. Осы сұхбатты егерде Әсет пен Нұрсәуле көретін болса, мәртебелері бір рет өсіп қалатыны сөзсіз. Дегенмен де келесі сауал. Сіз қуанған, сізді қуантқан, сіздің есіңізде қалған, өміріңізде жасаған сауапты іс қандай? Әрине, жасаған сауапты, берген садақаны рия етуге болмайтынын білем. Дегенмен де дәл бүгінгі Көлсай көлдерінің тұсында бір шет жағасын естісек, оның ешқандай да әбестік жоқ деп ойлаймын. Есте қалған, өзіңіз риза болған, өзгені риза еткен, сіз қуанатын сауапты іс қандай болды? Менің ойымша, жалпы әлем бойынша кім өмірден үлкен ләззат алады? Адамдарға жақсылық жасаған адам ләззат алады. Мен қазір ойлап отырсам, есіме түсіп отырғаны, бірнеше кімдер екенін айтқымыз келмейді, әрине, намысына тиіп, жария етіп, бірнеше отбасына, бір 4-5 отбасына баспана алып берген кезде қуанып, өзімен өзім рахаттанып, көзіме жасалған кездерім есіме түсіп отыр қазір. Жәке, сіздіңше? Енді айта берсең, көп деп айтпай қойын, бұйырған біз енді қуанттық, олардың да өзіміз жақсы көретін, көп балалы отбасы болды. Бизнеске де көзқарас түзу, болашақ жарқын адамдарға да көмек бердік қолдан келгенше. Бірақ оны айтып жариялап жүрген жоқпыз. Енді бұл сөзде әрине қайырымдылық іс жасаған, сауапты іс жасаған жақсы. Әрине, Алла екі дүниеде де сіздерді өз панасына алсын деген мен де ниет айтқым келеді. Дегенмен біздің хабарымыз Қазақстанымыздың тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Алматы облысының 20 жылдығына арналып жатыр. Алматы облысы бұл Қазақстан. Сондықтан да Алматы облысында тұрып атқан, жер жанаты жетісуде өсіп өніп жатқан ұрпақтарға, бізді көріп атқан отандастарымызға қандай тілек айтасыз? Алматы облысын 20 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Менің анамды дүниеге алып келген осынау кең байтақ, ең Қазақстанның ең көрікті жері көркейе берсін. Халқы бақытты, берекелі, ұзақ өмір сүрсін. Бірге ашық аспан астында бейбітшілікте мәңгі жасай берейік. Қазақ елі, тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры әрқашан биік болсын дейміз. Көктөбеміз желбіреп, қыранымыз көкте самғап, күніміз ашық болсын. Елімізге амандық, тыныштық тілейміз. Мереке құтты болсын деймін баршаңызға. Құрметті көрермен, бүгін күні біздің осындай хабар дайындауымызға мұрындық болған, демеуші болған бұл BB Partners компаниясы және отандық өнім Саумал. Әрқашанда деніңізге саулық тілейміз, ауырмаңыз. Қазақтың
капсуладағы ұлттық сусыны әр қазақтың шаңырағында болсын.